Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Келесі сабақ 6-шы сабақ. 6-шы сабақта біз сукун және шадданы үйренеміз. Сукун дегеніміз не? Сукун дегеніміз домалақ белгі дейміз. Мысалға, оның қызметі әріптің өзін оқу. Шадда дегеніміз не? Шадда дегеніміз шыға ұқсайтын белгі. Оның қызметі әріпті қосарлап оқу. Біріншісін сукунды, екіншісін қаракатты. Осыны үйренеміз. Ал кірісейік. Сукун. Сукун дегеніміз не? Сукун дегеніміз әріптің үстіне қойылатын домалақ белгі. Оның қызметі әріптің өзін ғана оқу. Мысалы, нун деген әріптің үстінде келген, оның өзін ғана оқимыз, ны деп. Болды. Қосқан кезде, мысалы, м, ә, мә, ны деген әріп. Мән болады. Болды. Ләм болады. Мұның өзін ғана айтып жатырмын. Мә деп, ми деп айтып жатқан жоқпын. Ләм. Құл. Лының өзін ғана айттым. Қ, у, л. Құл. Хум. Х, у, м. Хум. Түсінікті. Л, ә, к, у, м. Лә, кум. Лә, хум. Фә, хум. Кай. Идің өзінің үстінде сукун тұр, сол кезде и деп айта саламыз бұны. Кай, фә. Әр, сә, лә. Ән. 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 Зә, ра. Күн. Міне, нының үстінде сукун тұр. Күн. Тум. Мұның үстінде сукун тұр. Тум дей саламыз. Нә. Нә. Бу. Ду. Дейміз. Шадда. Шадда дегеніміз шы сияқты белгі. Шы сияқты белгі дегеніміз ол шадда. Шадданың қызметі қай әріптің үстінде тұрса, сол әріп екі рет оқылады. Мысалға, ән, нә. Бірінші ныны ән деп айттық, екінші ныны нә деп шығып кетеміз. Ән, нә деген бұның расшифровкасы ән біріншісі сукунды болады, нә екіншісі харакатты болады. Келесісі роб, бә. Роб деп бұға кіреміз, бә деп шығамыз. Байқасақ, шы сияқты белгінің, яғни шадданың үстінде харакат тұр. Фәтқа деген харакат, ә деген дыбыс береді. Роб, бә. Ин, нә. Күл, лу. Шадданың үстінде у деген харакат белгіленген, у деген дыбыс. Күл, лу. Нәз, зә, лә. Шар, ра. Кәз, зә, бә. Я, зун, ну. Буш, ши, ра. Роб, би, им. Фә, ләм, мә. И деп, иден иге кіреміз. И, я, кә. Жан, нә, тә. Енді осы 6-шы сабақты қорыта кеткенде, сукун дегеніміз не деген сұраққа, сукун дегеніміз домалақ белгі дейміз. Оның қызметі әріптің өзін оқу. Мысалы, мән дегендей, ән, сән дегендей. Келес, сосын шадданы үйрендік. Шадда дегеніміз не десек, ол шыға ұқсайтын белгі. Оның қызметі не десек, сол әріпті екі рет оқу. Біріншісін сукунды қылып, екіншісін харакатты қылып. Мысалы, ән, нә, роб, бә, күн, нә деген сияқты.